Ақылым замандардан келе жатқан ғалымдар мен ойшылдар сүтті денсаулықтың қайнар көзі, өмір шырына, аққан деп аса жоғары бағалаған. Сүт азықтық құнары жағынан кез келген тағамды алмастыра алады, ал өзге бір тағам сүттің орнын баса алмақ емес. Гиппократ өз еңбектерінде сүтпен емдеудің жолдарын, сүттің шипалы болған кездерін тізіп көрсеткен. Сондай-ақ әртүрлі мал сүтінің емдік қасиеттерінің бірдей болмайтындығын анықтаған. Оның пікірінше ешкі мен бие сүті көкірек ауруын жазса, сиыр сүті құяң мен қан аздыққа шипа болады. Гиппократ жүйкесі тозып, ашуланшақ болған адамдардың да сүт ішкені өте дұрыс екендігін атап өтеді. Ұзақ жылдар бойы ірімшік, сыр, қаймақ және басқа да сүт тағамдары адамның бойындағы кездесетін түрлі сырқаттардың алдын алып, емдеу жазу үшін қолданылып келеді. Сүт пен сүт өнімдерінің семіздікті, бауыр, ұйқы безінің сырқаттарын және жүрек дертін емдеуге маңызы өте ерекше. Енді сүттің пайдасы мен зиянын саралап көрейік. Бейне материалға назар аударыңыз. Сүт өсіп келе жатқан баланың сүйегін қатайтып, иммунитетінің мықты болуына көмектесетін нәрлі тағам. Қазақ халқында ақты төкпе деген тыйым сөз бар. Бұл сүтті төгіп шашуды жаратпағаннан шықса керек. Жалпы ағарғанның пайдасы зор екенін бәріміз жақсы білеміз. Ал осы тағамды қазіргі балалар қаншалықты жиі ішеді? Мұны ата-аналардан сұрап көруді жөн көрдік. Қолдың сүтін ішеді немерелерімнің бәрі. Мен 200 грамм сүт таңертең ішеді. Кешке қарай ішеді 200 граммдай. Сүт, айран ішеді, 2-де 5, 3-те 2 санайды. 5 күндік срок сол сүттерді ішеміз. Сүтті былай 2 күнде бір бокал ішетін шығар. Қазір балалар сүтті көп ішпейді ғой. Көп ішпейді. Сұрағанда енді береміз сүтті былай. Иә, шынымен сүт құрамында көптеген пайдалы дәрумен болғандықтан оны сұрамаса да балаға үнемі беруге тырысамыз. Алайда кейбір ғалымдардың сөзінше сүтті тым көп ішу баланың бойындағы кальцийді көбейткенмен темірді жойып жібереді екен. Ал мұндай жағдайда не істеу керек? Бала күніне қанша мөлшерде сүт ішкені дұрыс? 1 жастан 3 жасқа дейін балаларда оларда сүтті жаңа мөлшерін 1 стақан, 3 стақан тәулігіне беруге болады. Ал 13 жастан асқаннан кейін оларды азайтқан жөн деп есептейміз. Өйткені жаңағыдай оларда фосфор дейміз, ол жаңа кальций, Д витамині көп түзілетіндіктен оларға жаңағыдай ол кедергі жасамас үшін мына біздің айтамыз ғой, бүйрекке зиян тигізбес үшін оларды аз-аздан төмендетуге болады, жаңа пропорциясын. Әлем бойынша сүтті жиі ішетін елдердің қатарында Швеция, Даниядан бөлек Скандинавиядағы бірқатар мемлекет кіреді екен. Олар күніне 2 стақан сүт ішетін көрінеді. Қазақстанда олардан қалыс емес. Сүт елімізде ең көп сатып алынатын тағамдар қатарында. Сондықтан оның пайдасы көп екенін осыдан ақ білуге болады. Мам, біз сүт ішкіміз келіп тұр. Көп балалы Анара ханым да балаларына жиі сүт беруді жөн көреді. Әрі сүт қашанда қазақы дастарханнан түспейтін ас болғандықтан оның ағзаға ешқандай зияны жоқ екенін айтады. Мен балаларым таңғы асқа күнделікті сүт ішеді мектепке барар алдында. Сүттің пайдасы өте зор. Жолдасымыз екеміз сүтке өте үлкен мән береміз. Ең біріншіден біздің майлығына, одан кейін қанша сақталу мерзіміне қараймыз. Мерзімі қысқа сақталатын сүтті сатып аламыз балаларға. Ендеше ақтың үнемі пайдасын білетін қазақ халқы үшін оның зиянын айту орынсыз болар. Бастысы бала сүтті шекті мөлшерде ішетін болса, денсаулыққа кері әсері болмайтыны анық. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, Қоблан Өтегенов, арнайы Қайырлы таң үшін.